Сәлем достар, біздің YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Менің атым Айбар Олжаев. Сіздердің ипотека әлеміне бірге саяхат жасайтын гидтеріңіз деп есептеуге болады. Бүгін біз жалпы бүгін ғана емес, өзіміздің барлық видео шоуларымызда біз ипотеканың қыр-сырын үйретіп, онымен бірге сіздерді алып жүріп, бағыттап отыратын боламыз. Бұл біздің кезекті шығарылымыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ипотека 2020 ондағы өзгерістер деп аталады. Негізі осы 2020 жылы біздің ипотека қалай өзгерді, қалай жақсарды, қандай жаңа функциялар пайда болды, сол жөнде толығырақ әңгімелеп бермекпін. Бірақ ол үшін біздің YouTube арнамызға жазылыңыздар. Бізге келіп түсірткен жаңа видеолар, жаңалықтар топтамасынан құр қалмас үшін қоңыраушаны міндетті түрде басып қойыңыздар, лайк басыңыздар, және сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде YouTube арнамыздың комментарийлеріне қоя берсеңіздер болады. Біздің мамандар сіздерге міндетті түрде жауап беретін болады. Сонымен бірге біздің Instagram парақшамыз бар. 72025 official деген Instagram парақшамызға жазылып, тікелей кеңес алуға болады. Директке немесе профильде көрсетілген WhatsApp нөміріне бірден жазу несі функциясы іске қосылған. Сондықтан сізге біздің кол орталық Instagram парақшамыз арқылы тікелей онлайн режимде түгел кеңес бере алмақ. Сілтемелерін мен осы видеоның астына салып қоям. Сондықтан өзіңізге пайдалы сілтеменің барлығын сіздер астындағы сипаттамадан қарайластар. Хош, бастайық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ипотека 2020. Ипотека туралы өзгерістерді шолғын кесе, мен бүгін 7-20-25 және баспана хит ипотекасындағы өзгерістер туралы айтқым келеді. Сонымен 7-20-25 бағдарламасы өздеріңіз жақсы білесіздер. Елбасының бастамасымен алғашқы бірінші әлеуметтік бастама ретінде ашылған. Қазақстан халқының барлығы дерлік білетін, Қазақстандағы ең танымал, бұлайша айтқанда бестселлер болған ипотека 7-20-25. Ипотека 2018 жылы ашылды. Жыл санап оған жаңа функциялар енгізіліп, ол тірі ағза сияқты жаңарып келе жатыр. Өйткені азаматтардың ұсынысы бар, өзгеріп жатқан жағдай бар, өзгеріп жатқан орта бар, соған бейімделіп келе жатқан. Бұлайша айтқанда, жыл сайын жаңағы жақсы бір шарап сияқты жыл сайын қатайып, жыл сайын жақсарып келе жатқан ипотекалық бағдарлама десем болады. Қандай өзгерістер болды? Биыл өздеріңіз жақсы білесіздер, алғашқы жарна тек қана нақты 20% деп белгіленді. Мысалы, үйдің бағасы 10 миллион тұратын болса, азамат тек қана 2 миллион салу керек болады. Артық емес, кем емес, 2 миллион. Көптеген азаматтардың бұл, мысалы, көптеген азаматтардың ыңғайсыздығын туғызды. Олар айтады, мен қолымда мысалы 2 миллион ғана емес, 3 миллион да бар. Мен сол 2 миллион салып, одан кейін жаңағы банктік қарыз шартын жасағаннан кейін тағы да үстен 1 миллион салып жүре ма? 3 миллион салсам болмай ма деген азаматтар болды мысалы. Оған шарт солай жазылғанда басында біз айттық, ондай болмайды деп. Бірақ енді біз өзімізде былай қарасаңыздар, ипотека кім үшін? Адамдар үшін, азаматтарға қолайлы болу үшін. Сондықтан биыл алғашқы жарна 20% немесе одан да көп деп бекітілді. Бұл азаматтарға өте қолайлы болды. Енді банктер тек қана 20% әкеп бер деп сұрамайды. Ең төменгі мәні 20% болуы тиіс. Одан жоғары болса, банктер қабылдай береді. Бұл қай жағынан қолайлы? Негізі өздеріңіз жақсы білесіздер, егер алғашқы жарна көбірек болса, тиісінше банктің қарызы азырақ болады. Банктің қарызы азырақ болса, сіздің банкке төлейтініңіз және үстіне қосып беретін проценттеріңіз бәрі тиісінше аз болады да, сіз үлкен қаржы үнемейсіз. Сондықтан ең басында алғашқы жарна бергенде мүмкіншілігінше көбірек құйған дұрыс. Онымен жаңағы осының алдағы видеода қалай үнемдеуге болады деген лайфхак кезінде де айтқам. Сіз банктың негізгі қарызын төмендетіп, өзіңіздің артыңыздан құйылған жарнаны көбейтсеңіз, сізге проценттен былай қарасаң үнемдеуге өте үлкен мүмкіндік туады. Сол енді жақсы өзгеріс болды. 20%-тан жоғары құюға болады деген. Көптеген азаматтардың барлығы осы жаңалық іске қосылғаннан кейін оны пайдалана бастады. Қазір менің қарап отыруымша, білуімше
көптеген азаматтар тек қана 20% қоймайды, одан көбірек құйып бірден алып отыр. Ол азаматтардың өзіне де банктерге де ыңғайлы болды. Жақсы бір өзгерісі осы болды. Екінші бір өзгеріс Шымкент қаласына қатысты. Өздеріңіз жақсы білесіздер, Шымкент қаласы республикалық маңызы бар қала болып бекітілді. Сонымен бірге ол Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларының тізіміне кеп қосылды. Ол ірі мегаполис, халық саны 1 миллион асты. Сондықтан Шымкенттің осындай статусы өзгеріп жатқан кезде, оның алдында 7-20 бағдарламасы бойынша Шымкентте үй сатып алсаңыз, оның шекті бағасы бар жоғы 15 миллион теңге болатын. Шымкенттің статусы өзгергеннен кейін әрине қалада баға да өзгереді. Сонымен қатар азаматтар 15 миллионға тек қана бір бөлмелі пәтер ғана сатып алатын жағдайлар болды. Сондықтан осының бәрін ескере келіп, Шымкент қаласының статусының жоғарылағанына байланысты Шымкент қаласында сатып алатын үйдің шекті бағасы 15 миллионнан 25 миллионға дейін өсті. Бұл азаматтарға, әсіресе Шымкент қаласының тұрғындарына өте жақсы жаңалық болды. Қазір олар қалаған жаңағы пәтерлерін сатып алуға мүмкіндік алып отыр, және көбісі осы мүмкіндікті қолдана бастады. Енді бізде 7-20-20 бағдарламасы бойынша 25 миллионға үй алуға мүмкіндік беретін 5 қала пайда болды. Олар Нұр-Сұлтан, Алматы, Ақтау, Атырау және Шымкент. Шымкент осы 4 қаланың қатарына қосылды. Тағы бір жақсы өзгерісі Қарағанды қаласына байланысты. Қарағанды Нұр-Сұлтан қаласының маңында орналасқан ірі өндіріс ошағы бар ірі қала. Жалпы мегаполис, Шымкенттен кейін енді мегаполис болуға былайша айтқанда бірден бір үміткер қаланың бір десе болады. Бұған дейін Қарағанды қаласы бойынша шекті лимит 15 миллион теңге болатын. Бұл өте Қарағанды қаласының тұрғындарына қолайсыздықтар туғызды. Себебі біздің статистика бойынша олардың кредиттердің 70%-дан астамы Қарағанды қаласы бойынша өзінің ең шекті бағасымен алынып жатты. Демек, бұл Қарағанды қаласында пәтер бағасының жоғары болғандығын, азаматтар 7-20 бағдарламасына ілініп, бірақ ең шекті баға ғана тіреліп тұрғандығын көрсетті де, бағдарламаның қожайыны Қазақстан Республикасының ұлттық банкі 15 миллионнан 20 миллионға дейін шекті бағасын көтерді. Қазір Қарағанды қаласының тұрғындары 20 миллионға пәтер алуға мүмкіндік алып отыр, және бірден осы мүмкіндіктерді пайдалана бастады. 7-20-20 бағдарламасында биыл орын алған жаңалықтардың негізгі категориялар осындай болды. Сондықтан мен оларды сіздерге енді барынша түсіндіріп жатырмын, ипотека гиді ретінде. Сонымен бірге бізде 7-20-20 бағдарламасынан басқа баспана хит ипотекалық бағдарламасы бар. Бұл бағдарламада да біраз өзгерістер болды. Оның да басым бөлігі, былайша айтқанда, шекті бағаға байланысты болды тұрғын үйдің. Баспана хит бағдарламасы бірден іске қосылғанда, онда қатып қалған 20% деген болған жоқ, онда 20% және одан жоғары деген бірден өзінің шарты болған. Сондықтан мұндай шартты өзгертудің қажеттілігі туындаған жоқ. Бірақ баспана хит бағдарламасының әу баста жазылғанда, оның шекті пәтерлердің шекті құны 25 миллион теңгемен де 7-20-20 бағдарламасы сияқты шектеліп қалған болатын. Баспана хит бағдарламасы жалпы 7-20-20 бағдарламасының несімен ерекшеленеді? Ең бастысы алатын тұрғын үйдің сипатына қатысты ерекшеленеді. Өйткені баспана хит қолданыста болған, былайша айтқанда, орысша айтқанда вторичный дейді, вторичный рынок дейді, екінші нарық дейді. Қолданыста болған пәтерлерді, жер үйлерді алуға мүмкіндік беретін бағдарлама осы баспана хит. Сондықтан ол азаматтарға сол жағымен қолайлы. Сонымен бірге баспана хит бағдарламасында адам өз атында өзінің пәтері болса да қатыса беріп, басқа үстен қосып пәтер ала беруге болады. 7-20-20 бағдарламасында өздеріңіз білесіздер, тек қана бастапқы үйді ала аласыздар, сонымен бірге өзінің атыңызда үй болмау керек. Осындай қолайлы тұстарын ескеріп отырып, қазір баспана хит бағдарламасы қазақстандықтарға ең көп ипотека алатын бағдарламасының бірі болып отыр. Онда қандай жаңалықтар бар? Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларында бастапқы тұрғын үйдің шекті бағасы 25 миллион теңгеден 35 миллион теңгеге дейін көтерілді. 10 миллионға көтерілді. Бірақ ол бастапқы үйге, жаңадан салынған үйге, Нұр-Сұлтан мен Алматы қаласында баспана хит бағдарламасының аясында.
Ал баспана хиттің Нұрсұлтан мен Алматы қалаларындағы жаңағы қолданыста болған екінші нарықтағы, қайталама нарықтағы үйді алу лимиті сол қалып қалды, ол 25 миллион теңге. Сондықтан егер сіз жаңа қымбат үй алғыңыз келсе, баспана хит бағдарламасы арқылы ала аласыздар. Шымкент баяда 15 миллион болып тұратын, қазір 25 миллионға дейін көтерілді. Бұл бастапқыда қолданыста болған үйге бәрібір 7-20-20 сияқты, ол да 25 миллион көтерілді. Сол сияқты 7-20-20 бағдарлама сияқты баспана хит бағдарламасында Қарағанды қаласы бойынша бастапқыда болсын, қолданыста болсын, пәтерлердің шекті бағасының лимиті 20 миллион теңгеге дейін көтерілді. Осының алдындағы видеода мен сізге бәрін түсіндіріп айтқан болатын. Баспана хит бағдарламасында үлескерлік құрылысқа қатысу, салынып жатқан үйді сатып алу функциясы пайда болды. Міне біздің биылғы жылы орын алған ипотекадағы негізгі жаңалықтар топтамасы осындай. Барлығы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінікті болмаса, Instagram парақшамыз 72020 official онлайн режимде сұрақтарыңызды қойыласыз дайректке, немесе жаңағы профильдегі WhatsApp нөміріне жазып бірден жауап береді. Немесе осы видеоның астына комментарий жазып қалдырыңыздар, өзім жауап беремін оған. Бірақ бәрі түсінікті болды деп ойлаймын. Сондықтан біздің арнамызға жазылыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Бізбен бірге енді осы ипотека әлеміндегі бір жаңалықтарды шолып, қарап, өзіңізде ыңғайлы жолын тауып, ең бастысы құрметті көрермен, үйлі болыңыздар. Бәріміздің басымызда үй болсын. Рахмет.